Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Мен Қойшыбаева Айнагүл Омарқызы, Қарағанды облысы Шет ауданы Абай атындағы жалпы білім беретін мектептің тарих пәнінің мұғалімімін. Біздің бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз 20 ғасырдың 60-80 жылдарындағы қоғамдық саяси өмірдегі қарама-қайшылықтар. Зерттеу сұрағымыз: 20 ғасырдың екінші жартысында ұлттық мүдделерді қорғау қалай жүзеге асырылды? Оқу мақсатымыз қоғамдық саяси қайраткерлердің ұлттық мүддені қорғаудағы рөліне баға беру. Баға беру. Осы кезде менің бір ұстазымның айтқаны есіме түседі. Біреуге баға беру үшін сенің деңгейің не сол адаммен шамалас болу керек, не одан жоғары болу керек деп. Ал біз бүгін қазақ ұлтының мүддесін қорғаған Жұмабай Шаяхметов, Дінмұхамед Қонаев, Жұмабек Тәшеновтердің саяси қызметіне баға бергелі тұрмыз. Әрине, ол үшін көбірек ізденіп, көбірек оқуымыз керек. Бірақ біз бүгін баға беруге талпыныс жасаймыз. Ол кісілердің еңбегін зерделейміз. Ал ендеше бастайық. Жұмабай Шаяхметов 1902-1966 жылдар аралығында өмір сүрген. 1946-1954 жылдар аралығында Қазақ КСР Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы болған. Жұмабай Шаяхметов өзінің саяси қызметінде Қыздар педагогикалық институтының, дене тәрбиесі институтының, шет тілдер институтының және Шымкенттегі химия өнеркәсібі институтының ашылуына ұйытқы болды. Республикадағы жоғары оқу орындары даярламайтын мамандықтарды игеру үшін Ленинград, Мәскеу сияқты ірі қалалардағы жоғары оқу орындарына жыл сайын 2000-нан астам қыздар мен жігіттерді оқуға жіберді. Тың игеру кезінде орасан көп жердің жаппай жыртылуына қарсы шықты. Себебі ол жерлер мал жайылымының базасы болатын. Және осының қауіпті екендігін дабыл қағып Хрущевке қарсы пікір айтты. Міне сол үшін әрине бұл жағдай тың эпопеясының авторы Хрущевке ұнамайды. Сондықтан республиканы басқаруға қабілетсіз деп жариялап, Жұмабай Шаяхметовті қызметінен босатады. Келесі саяси тұлғамыз Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев. 1912-1993 жылдар аралығында өмір сүреді. Қонаев Мәскеудегі Калинин атындағы түсті металлургия және алтын институтында оқыған. Еңбек жолын 1936 жылы Балқаш Қоңырат мыс комбинатынан бастайды. Қонаевтың тұсында Балқаш жезқазған кен байыту комбинаттары Ленин орденімен марапатталады. Соколов Сарыбай кен байыту комбинаты, Ақтөбе химия комбинаты, Қарағандыдағы синтетикалық каучук зауыты, Ертіс көмір және Қарағанды ет комбинаттары еңбек қызыл ту орденімен марапатталады. Қонаевтың тұсында Рудный, Екібастұз, Теміртау, Кентау, Ақтау, Степногорскі, Жаңатас, Арқалық қалалары, яғни бұлар өнеркәсіптік қалалар, бой көтереді. Қонаев 55 жылы Қазақ КСР ғылым академиясының академик және президенті болып тағайындалады. Жүздеген астам ғылыми еңбектің авторы. Қонаевтың тұсында Қазақстанда түсті металлургия, машина жасау саласы, отын энергетикалық сала жақсы дамиды. Енді өзінің «Өтті дәурен осылай» атты мемуарлық кітабында ол Ақтау түбегінің қалай түркмендерге өтіп кете жаздағандығы жөнінде былай деп еске алады. Бірде Хрущевпен кездесіп, ол маған Маңғыстауды түркмендерге беру керек деген сөз айтты дейді. Мен неге деп сұрақ қойғанда, олар мұнайды тезірек игереді және шөл, жартылай шөлейтті аймақтарға жақсы бейімделген деп жауап берді дейді. Мен оған: сіз бізді жете бағаламайды екенсіз. Қазақтарды мұнайды ешкімнен кем өндірмейді және біздің геологиялық қызметіміз басқалардан кем түспейді деген пікір айттым дейді. Бұған қоса, ол жерді беретін болсаңыз, сіз бен біз тарихтың алдында жауап береміз. Тарих бізді кешірмейді. Бұл қазақтардың байырғы жерде деп қарсы шықтым дейді. Сол кезде ол ашуға булықты дейді. Сен бір ғана республиканың мүддесін көздеме, сен одақтың көлемінде мұнай өндіруіміз керек екенімізді түсін. Бір ғана ұлттың, бір ғана республиканың мүддесін көздеп тұрсын деп
ашуға болыпты дейді. Сол кезде малым таусылып, сол кездегі геология министрі Сидоренкомен ақылдасуды ұсындым дейді. Сидоренко екеуміздің сөзіміз бір жерден шығып, ол: Никита Сергеевич, сіздің Қазақстандағы геологиялық қызметтің мықтылығына ешқандай шүбәңіз болмасын, және қазақтар мұнайды әлдеқайда жылдамырақ игереді. Себебі алдағы уақытта, яғни жуық арада Маңғыстау түбегі мен Ақтөбе, Гурьев темір жол тораптары тоғысады. Бұл мұнайды тасымалдауға да септігін тигізеді деген пікір айтқан екен дейді. Қонаев 1962-64 жылдар аралығында және 64-86 жылдар аралығында республиканың басшылық қызметінде болды. Ол кісінің қызметтен кетуі және Колбиннің орнына келуі 86 жылғы желтоқсан оқиғасына себеп болғандығын білеміз. Бұл алдағы уақытта да кеңірек қарастыратын тақырыбымыз. Келесі тұлғамыз өзінің көзі тірісінде замандастарынан арыстан жүректі, кісендеулі жолбарыс деген бағасын алған Жұмабек Тәшенов. Тәшеновтың басты ерлігі қазақ жерінің территориялық тұтастығын сақтап қалғандығы. Мысалы, тағы да сол Хрущев Қазақстанның солтүстіктегі 5 облысын тың өлкесі етіп, бізден бөліп алып, кейін Ресейге қосып беруді жоспарлайды. Сол кезде Жұмабек Тәшенов оған былай деп қарсы шығады: жоғарғы кеңес осылай әрбір республиканың аумақтық ісіне жөнсіз араласатын болса, онда Конституцияны жою керек. Себебі Конституцияда әрбір республиканың аумақтық мәселелерін сол республика өзі қарастырады. Себебі тарихи қалыптасқан аумаққа меншік құқығы бар деп. Сіз Конституцияны, заңды бешеден басып бұзатын болсаңыз, мен халықаралық деңгейдегі құқық қорғау органдарына жүгінем деп сес көрсеткен екен. Осылайша солтүстіктегі облыстарымыз өзімізде қалған екен. Ал оңтүстіктегі Бостандық ауданын өкінішке қарай сақтап қала алмаған екен. Бостандық ауданы мақта өсіретін, шаруашылыққа өте қолайлы, туризмге қолайлы деген сылтаумен өзбектерге беріп жіберген екен. 1955-56 жылдар аралығында қанша комиссия құрып, қанша еңбектенсе де, өкінішке қарай Жұмабек Тәшенов ол жерлерді аман алып қала алмаған екен. Енді қарап тұрсақ, Жұмабек Тәшеновтың бұдан басқа да мәдениет қайраткерлеріне, өнер саласындағы адамдарға жасаған қолдауы, жақсылығы, халық оны бүгінге шейін аңыз қылып айтады, жыр қылып айтады. Ал одан бөлек Рахымжан Қошқарбаев пен Бауыржан Момышұлының Совет одағының батыр атағын алуға да көп еңбектенген екен, бірақ Бауыржан Момышұлының тік мінезі, ақты ақ, қараны қара деп қарайтын бірбеткейлігі көптеген басшыларға ұнамаса керек. Сонымен қоса, Злиха Жұмабаеваға да қолдау көрсетіп, пәтер берген екен. Яғни ел ішінде Жұмабек Тәшеновтың игі істеріне дәлел болатын мысалдар өте көп. Алматыдағы Абай ескерткіші, Абай даңғылы, Сейфуллин даңғылы, Медеу кешені айта берсе жеткілікті. Енді Жұмабек Тәшеновтың қазақ әдебиетін жабылудан сақтап қалғандығы, социалистік Қазақстанды Қазправданың көшірмесі болудан сақтап қалғандығы жөнінде бір бөлек әңгіме. Ол туралы көптеген зерттеулер, көптеген бейнематериалдар бар. Енді бүгін бағымызды былай түйіндейтін болсақ, егерде осы Жұмабек Тәшенов, Дінмұхамед Қонаев, Жұмабай Шаяхметовтер болмаса, бүгін біз батыстағы Маңғыстауымыз, түркмендерде, оңтүстігіміз қаншама территория өзбектерде және солтүстіктегі 5 облысымыз Ресейде болушы еді. Осы Жұмабек Тәшеновке арнап Тайталас көркем фильмі шыққан. YouTube каналынан өздерін көрсеңдер болады. Сонымен қоса, қорытындылау үшін Баянғали Есенжановтың Жұмабек Батырдың жұлдызы атты поэмасынан үзінді оқып бергім келіп тұр. Ежелден қилы-қилы тарих қалған, аңыз көп, үлгі тұтар алыптардан. Уақыттың таразысы елеп-екшеп, кімнің кім екендігі анықталған. Ерлігі Тәшеновтың тым ерекше, намыстың оты болып жанып қалған. Шайқасып жалғыз өзі жанынан кешіп, қазақтың жерін аман алып қалған. Ресейдің меншігі болып кетер еді, тау, орман, көл мен дала баспанаңда. Көкшетау, Бурабай мен Қызылжарың, Ақмола, Павлодар мен Қостанайда. Басқаның босағасы болар еді,
бүгінгі бәйтерегің астанаңда. Міне осылай батырдың ерлігін кейінгі ұрпаққа осындай жыр жолдарымен жеткізген екен. Енді балалар, тапсырмамызға кезек берейік. Бүгінгі сабағымызды түйіндеу үшін 5 маңыздылық тапсырмасын орындайық. Яғни жоғарыдағы арыстарымыздың еңбегі қазақ үшін, республика үшін, аймақ үшін, менің отбасым үшін және мен үшін маңызды болды деп, яғни дәлел жазамыз. Екінші тапсырмамыз Хрущев Ташенов, Хрущев Қонаев, Хрущев Шаяхметов диалогтарын пайдаланып комикс жасап көріңдер. Әрине, бүгін мен сендерге өз нұсқамды ұсынып тұрмын. Құрметті оқушылар, қарап отырсақ, біздің бүгінгі сабағымыз адал азамат бағдарламасы бойынша кәсіби біліктілік, еңбекқорлық құндылығына сай келді. Себебі жоғарыдағы тұлғаларымыздың кәсіби біліктілігінің арқасында басты құндылығымыз жерімізді, тұтастығымызды аман сақтап қалдық. Ендеше территориямыз, жеріміз тұтас болсын, ұлтымыз ұлықты болсын, ұрпағымыз саналы, саламатты болсын, әрқашан ел іргесі берік болсын. Тыңдағандарыңа рахмет.